Сиксиюнде социальный тоқшылар күні. Ағақузы шонға аймақ болызығы пержан служба төстілгіна пер пүл Россияда 100 жыл танықталшы. Үлі күн таңды де республикадағы музей культура кәнінді шонның шуқтызын арычылажан министерство база аны қолындағы ненжі бар устаныстар аймақ кінір интернатор тоғынжыларын республика паза вектор земен алғыстан. Бұ ойдымыз паза қарыға тастылбыз тоғысты маңның стық долтыршытқын үшін үкі кізі қықайсына саблық тоғынжызы атқа он үскізі правительствоның арлыстық пішене тұрысқан. Пөздік сейх алғанырынан бірсі ағбандағы шеттенже емнік социальны сынықтығы бюрозының емжізі Валентина Майнагашева. Еріністік мен неме тоқчым медико-социальный комиссияда 2001 жылдың уже неме 17 жыл тоқнардым. Мандығы грамота алғыз правительствоға. Комиссия неме кізілер түкіршелер по инвалидностьға. Аның программалар составлять пучилар, чтобы инвалидарға пул спирарға. Хыкайсыды шонның шуқтызын арычылып 2010 кізі айғасша. Оларына қолындағы пенсионерлерлі саны пүн 150 мың азыры. Ағақузы кенектер олған арпазы анаңда басқызы. 2012 жыл пастылғының социальны полызығалы 1 миллиард азыры салковай ұсылып барған. Аны көбізі шартығы істініс ветеранарына, тыл тоғынжыларына пазы көп алылық сөбірлерге чөліклер едерге бары бысқан. Шылсы республикада аймақ полызығына 200 мың артенің кізі алшы. Осында Қыз аймандығы 37 мың кізі. Оларына постын қайынды 49 кізі тұтша. Шарымы ұлық жастығы познасыдан меншітқын шонның алыны кестіне шүкірші. Көп тоқ сапарша біз немақади қайықсаларға шонға шақсы шоқтызылғырға оларына қады. Аныңар сақшып, мұндық кізлер көп болшелер. Аның қайза бұл отырғын кізлер қарибіді келшелер пісер. Қайда паралыз, правилер пісер шүршелер. Аңар пес оларға гуманитарный помощь бершебіз. Бізге шоны жақсы болышы, кипазықтар ақы келшілер. На кипазықтар ақы келшілер. Олғанарға, база олғда кізлерге бізге жақсы шоны болышы. Байрамлық жылыда республиканың социальны арычылыныс министрі Наталья Карамашева қады тоғычытқын арғыстарына шылық сөстер көп шоқтан. Артықтарын алынчы танықтан. Базаманан ар өдөк прай шүрік онылерін салып, шонға қайырға қығырған.